Қордайда түйеқұс пен тауыс өсірілетінін білесіз бе? Аудан бойынша мұндай жалғыз шаруашылық Сарыбұлақ ауылында орналасқан. Аталған шаруашылықты сүйікті ісіне айналдырған тұрғын бүгінде ерекше құстардың 10-ға жуық түрін баптап отыр. Сюжет көрейік. Расында да аудандағы ең ерекше шаруашылық дәл осы Сарыбұлақ ауылында. Иесі бұл кәсіппен 2 жылдан бері айналысып келеді. Мұнда қарапайым тауықтан бастап қоян да өсіріледі екен. Ал басты ерекшелік түйеқұс пен тауыс. Кәсіпкер бұл құстарды Сарыағаштағы арнайы шаруашылықтан әкелген. Қазір жұмыртқалар инкубаторға салынып, балапан шығару белсенді жүзеге асып жатқан көрінеді. Страус биыл 2-ші жыл болды ұстағаныма. Өте жаңағы өзім жақсы көрем негізі құстарды шы. Негізі құстардан менде павлиндер бар, тауықтардың неше түрлі породасы бар. Карликовый бар, кохенхин, лек бар, брама бар, шыршистылар бар. Биыл менде жаңағы индийский павлиндер, ақ павлиндер болған. Биыл менде 3 балапан шығарып отыр жағы. Түйеқұстың бір жұмыртқасының салмағы шамамен 1,5 келіге жетеді. Бір қызығы оны ұрғашысы салғанымен еркегі басады екен. Жалпы биыл шаруашылықта тағы 7 балапан пайда болған. Қазірдің өзі тағы 20-ға жуық жұмыртқа инкубаторда жатыр. Аталған құстың осындай табиғи ерекшеліктеріне тоқталған Ислам Сәбитұлы қожалықтың болашағы туралы айтып берді. Бұл отбасылық бизнес, өзіміздің хобби деп айтса болады. Шаруамызды осы шаруа қожалығын страустарды ары қарай дамытса, кейін жер алып, қоршау жасап, етін экспортқа болмаса Қордайға етке өткізіміз деген үміттеміз. Қазір бұл орын кәсіпкер үшін сүйікті іс болғанымен болашақта табысты кәсіпке айналмақ. Олар алдағы уақытта ерекше құстардың санын көбейтіп, шаруашылық аумағын кеңейтуді жоспарлап отыр. Осылайша Сарыбұлақтағы құс қожалығы аудандағы кәсіпкерліктің тың бағытына айналмақ. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.